Сәлем достар. Әлемді жайлаған індет COVID-19, Brexit, адамның ғарышқа алғаш рет жеке шығуы, ақш-дағы дүркіреп өткен сайлау, түрлі наразылық шаралары, сонымен 2020 жылдың жарқын оқиғаларын еске түсірейік. Тышқан жылының 12 ай тарихта локдаун және індет ретінде есте қалар сөз. Видеоны көп созбай, тек жыл басы қаңтар мен жыл аяғы желтоқсандағы ең маңызды оқиғаларды атап өтсек. Қаңтар. ақш пен Иран арасындағы қақтығыс. 3 қаңтарда Америка Бағдад қаласына қарсы әуе шабуылын жасады. Онда Иранның бас әскери стратегі Қасым Сүлеймани өлтірілді. Жарылысқа жеке тапсырыс берген Дональд Трамптың Твиттерде жазғаны бойынша элиталық Әл-Кудс бөлімшесінің командирі Сүлеймани болған. Тегеран маңында Boeing 737 апатқа ұшырады. 8 қаңтарда Ирактағы ақш базалары бомбаланған бірнеше сағат өткен соң, Иранның әуе қорғаныс жүйесі Украинаның Boeing 737-800 самолетін Тегеран маңында атып түсірді. Коронавирус. Алғашқы ажал. 11 қаңтарда Қытай вирустың жаңа түрі коронавирустан өлім тіркелгенін хабарлады. Өкпесі қабынып ауруханаға түскен 7 жастағы адам Ухань қаласындағы базарда теңіз өнімін сатып алған. Қара мамбаның өлімі. 26 қаңтарда атаңызға айналған баскетболшы Коби Брайант қайтыс болды. Brexit. 31 қаңтарда Гринвич уақытымен сағат 23:00-де Еуропалық одаққа тарихи оқиға болды. Алғаш рет қатысушы елдердің бірі Ұлыбритания одақтан бөлініп шықты. Осыдан 1 сағат бұрын премьер-министр Борис Джонсон халқына тікелей үндеу жолдап, бұл сонымен тек бастамасы деп мәлімдеді. Ал жыл соңында, яғни желтоқсан айындағы жаңалықтарға келсек, Ұлыбритания коронавирусқа қарсы вакцинация бастаған алғашқы батыс елі болды. Google қызметінде әлемдегі пайдаланушыларға әсер ететін ауқымды сәтсіздік орын алды. YouTube, Gmail, Google Docs және басқа қызметтер авторизациялау қызметінің сәтсіздігіне байланысты жұмыс істемеді. Ереванда Армения премьер-министрі Никол Пашинянның отставкаға кетуін талап ететін митингтер басталды. Ұлттық наразылық оппозиционерлердің пікірінше Пашинян биліктен кетпейінше тоқтамайды. Бұл осы 2020 жылдың басындағы және соңындағы ең басты әрі маңызды жаңалықтар болды. Видеоны лайк басып, арнаға жазылуды ұмытпа.